Шындыққа әркімнің ақ бар таласы. Қазақстандағы факт-чекинг және медиа сауат подкастына қош келдіңіздер. Сәлем достар, қайырлы күн. Шындық подкастының кезекті эпизоды. Сіздермен қауышқанға біз қуаныштымыз. Жүргізуші Сағадет Тигри, Жансерік Тілеухан. Бүгін бізде қонақта халықаралық әділ сөз журналистердің құқығын қорғау ұйымының, жалпы журналистер емес, адамның құқығын қорғау ұйымының сарапшысы Ғалия Әженова. Ғалия апай, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Сізге алғысымды айтамыз, келіп уақытыңызды бөліп бізге осынау ақпаратпен бөлісетініңізге. Енді бізде білесіз, пандемия басталғалы бері біраз өзгерістер ұшырап жатыр. Әр сала пандемияға байланысты біреулер кері кетіп жатыр, біреулер алдыға деген сияқты. Пандемияның зардабы әр салаға әсер етіп жатыр да, бизнеске болсын, басқасына болсын. Шекарасыз репортер деген ұйым бар, халықаралық. Осы журналистердің жалпы сөз бостандығының несін рейтинг жасайды. И осы рейтинг бойынша бізде дәл қазір уақытта мен жаңа қарадым, 180 мемлекеттің ішінде 155 орындамыз. Сөз бостандығы бойынша Қазақстан. Енді қалай ойлайсыз, жалпы пандемия осы адам құқықтары, оның ішінде журналистиканың құқықтарына бір қаншалықты бір әсерін тигізе алды ма? Әлде сол бұрынғыдай болып қалды ма? Әрине. Әсерін тигізді. Пандемия жалпы осы мына қазіргі мына соңғы бір жарым жылдан асты ғой енді. Көптеген салаға әсер етті деп жаңа өзің айтып отырсың, иә? Сен дей берейін енді, жасым сәл үлкендеу ғой. Мына журналистер осындай жағдайда олар ең бірінші атакаға шығатын адамдар деп айтуға болады. Медицина саласының қызметкерлері, содан кейін болып жатқан жағдайды халыққа жеткізіп, дұрыс ақпарат беріп, дұрыс ақпаратты тексеріп барып, оны алып, тиісті министрлік, тиісті лауазымды тұлғалардан, медицинаға, денсаулыққа тікелей қатысты үлкен лауазымды кісілерден нақты ақпаратты алу арқылы хабардар ету ол журналистің міндеті былайғы өмірде. Бірақ пандемия кезінде жұрт паника болып жатқанда, қорқып жатқанда, далаға шықпаңдар, немесе маска тағыңдар, немесе көпшіліктің ортасына бармаңдар, қонақтықты тыйыңдар, әрлі-берлі шықпаңдар, тіпті басында саябақтардың өзіне іліп қойды ғой, кірмеңдер деп. Яғни біз айттық, енді сонда адам ретінде пәтердің ішінде отырған адамның денсаулығы, иммунитеті қалай түзеледі деп жұрттың бәрі сұрақ қойды. Журналистер де сұрады. Адамның иммунитеті қалай түзеледі, қалай жақсарады, егер де адам үйінен шықпай отырса. Ол саябақта жүрмесе, ол аздап әрлі-берлі жүгірмесе, немесе жаттығулар жасамаса, адам өзіне өзі қарамаса деген сияқты. Осындай жағдайда журналистерге өте қиын болды. Олар біріншіден өздерінің қызметтік куәліктерін тасып жүрді. Ол енді күнделікті ғой жұмыста. Содан кейін жеке куәліктерін алып жүрді. Ол аз болғандай көліктеріне, нөмірлеріне дейін түгендеп, оны әкімшілікке хабарлап, оны жұмыстағылар әкімшілікке тізім жіберіп, содан жұмыспенен қолында қағазы бар мына кісі мынандай жерге интервьюге бара жатыр деген қолында кәдімгі бас редакторының қолын қойған қағазы бар, бағыттамасы бар. Редакторлық тапсырма дейсің ғой. Тапсырмамен келе жатқан журналистерге кедергі жасап, сіздерде жеке администрациядан, әкімшіліктен жеке әрбіреуіне фамилияларыңыз жазылған қағаз болу керек деген шектеулер болды. Яғни журналистер осы жағдайда өте көп кедергілерге тап болды. Жұмысын дұрыс атқара алмады. Ең бірінші журналистің қызметі ол және заңдарда көрсетілген, ол және конституцияда да көрсетілген, иә. Журналист басқа да азаматтар сияқты ақпаратты іздеуге, сұрастыруға, алуға, оны өңдеуге және оны заңды жолдармен таратуға құқылы делінген, иә? Ал журналист біздің жағдайда
дұрыс жұмысын атқарудың орнына осындай қолдан жасалған кедергілерге тап болды. Яғни оның қолында тапсырмасы болса, жеке қызметтегі несі куәлігі болса, өзінің жеке куәлігі болса, оған тағы 5-6 қағаз несіне қажет. Бұның барлығы нені көрсетеді? Жалпы осы пандемия кезінде журналистерге өте үлкен қатыгездікпен қарау, бұл жалпы біздің мемлекеттегі журналистерге деген саясаттың дұрыс еместігі. Журналистерді және бұқаралық ақпарат құралдарын бақылауға алуға тырысуды, бұрыннан журналистерге дұрыс ақпарат бермей келе жатқан биліктің одан сайын қысуын көрсетті бұл. Тек қана бұны тек сөзбен ғана емес, мен былай айтайын. Мәселенки брифинг кезінде артынан онлайн брифингтер болды ғой, иә? Мәселен, 1 ай, 2 ай, 3 ай премьер-министрді, министрді күтеді. Көптеген жиналып қалған сұрақтарға жауап береді. Брифинг кезінде ең болмаса осындай сұрақтарға жауап алып қалуға тырысады ғой журналистер. Сол кезде оларға шектеу қойды. Ол шектеу қалай? Сұрақ ұнамаса микрофонды өшіріп тастау. Басқа біреуге «теперь вы следующий» деп сөйлеу. Пресс-релиздерді тек қана орыс тілінде, ресми тілде тарату, бірақ жаңағы кәдімгі өзінің лауазымы бар ұлттық тілде таратуды журналистер, қазақ тілді журналистер айқай-шумен алып отырды. Яғни осы жағдайда қазақ тіліндегі пресс-релиздер үнемі артта қалып, үнемі қазақ тілді журналистер өздерінің хабарларын кейін таратып отырды. Олар өздерінің көрген, білгенін әрине жазып үлгереді, бірақ кейбір фактаждар пресс-релизде болады ғой. Мынанша адам, мынаншасы жазылып шықты, мынаншасына жедел жәрдем жаңағы сол бойда көмек көрсетті, мынандайлары мынаумен қамтамасыз етті деген сияқты сол сан цифрларды көрсету мақсатында журналистер кедергі көрді. Бірақ өкінішке қарай бізде қазір жауапкершіліктің болмауы басым, білімсіздің болмауы басым, сосын себептің орнына сылтау айтып кету басым, жауап берудің орнына әйтеуір қандай да бір сылтау тауып журналисттен құтылу басым. Біз осы пандемияда әбден соны көрдік. Енді қараңыз, мына нәрсені өтейік, сіз айтып отырсыз, пандемия кезінде журналистерге шектеу көп болды деп. Мысалға, Zoom мен онлайн брифинг болса, ол жерде өздеріне керекті ыңғайлы сұрақтар алып отырды да, ыңғайсыз сұрақ болған кезде следующий деп келесі деп өзгертіп отырды. Енді бұл енді электронды шектеу да, былайша айтқан кезде. Енді қараңыз, бізде мынадай шектеу болды, тағы бір мысал айтайын сізге. Пандемия басталғанға кезде біздің сол кездегі бас санитарымыз ауруханадағы, басқа да денсаулық сақтау ұйымдарындағы мекемелердегі журналистер фото, видео түсіруге шектеу тастады. Білесіз, оны өзіңізде. Енді халыққа осы халыққа көзбен көру керек болды. Шыны керек, біреуден естіп, коронавирус пайда болыпты деп, ең пик кезінде әлі күнге дейін сенбей жүрді. Әлі күнге сенбейтіндері бар. Мысалы, сол кезде айтады, қайсы? Бар ма коронавирус? Сен туысқаның бар ма? Жоқ. Сенікі бар ма? Жоқ. Значит, жоқ деді. Ол көзбен көрмегеннен кейін, жақын ауырмағандықтан кейін сенбеді. Бәріміз уже 1 ай өтті, 2 ай өтті, әлі тыныштығы, иә? Содан кейін жұрт бір-бірінен шынымен де сұрай бастады, осы әңгіме. Сенің туысың, Аллаға шүкір, жоқ. Туысыңның туысы, Аллаға шүкір. Олардың құдалары жоқ, құдалардың таныстары жоқ, олардың көршілері жоқ. Таныстарының таныстары, өзге қалада тұратын, өзге облыста тұратындар жоқ. Содан жұрт рас па, өтірік пе білмеді. Ал енді олар халық білу керек қой. Келіп қалғанын білу керек. Аурулардың бар екенін білу керек. Ол науқастар қиын өмір сүріп жатқанын білу керек. Қиын жағдайда екенін білу керек қой. Сол арқылы да біз алдын алуымызға болатын еді. Бірақ біз оны істей алмадық.
жоқ, енді осы шектеу сол халық арасындағы бағана коронавирусқа сенбестікті, конспирология көп жүрді ғой, жалған ақпараттар, фейк ақпараттар. Соның үдеуіне бір несін тигізді ма, қалай ойлайсыз? Мысалға, егер халық шынымен сол кезде шектемесе, журналистер барып ауруханада видео съемка түсірсе, сурет түсірсе, жоқ, ауруханаға барып түсіре алмайды ғой. Өзінің мынандай пандемия кезінде, карантин бар кезінде журналистерге бір белгілі шектеулермен белгілі бір картинкілер, белгілі бір видеолар, белгілі бір суреттер бәрін жапа-тармағай опыр-топыр кіргізу емес ана грязный зонаға, лас зонаға. Бірақ сондай бір нәрсе істелінбеген ғой, дайындалмаған ғой. Халық білсін, сақ жүрсін, сөзбен емес, дәлелдеп көрсетейік. Әрең демала алмай жатқан адамды емес, аппаратта жатқан адамды, алыстан, бетін нақты көрсетпей, оның өзінің заңдылықтары бар. Адамның қиналып жатқанын, қатты қиналып, өліммен өмірдің, өлімге жақынырақ жатқанын көрсетуге болмайды. Адамдарды қатты шошындыруға болмайды. Ол этика. Бірақ жалпы осындай аппараттар алынып жатыр, немесе жетпей жатыр. Немесе адамдар кәдім газовый баллондарды алып кетті ғой. Сұмдық емес пе? Бірінші күндері. Ал соның барлығын халық біліп отырса, нақты шынайы тексерілген ақпарат болса, жасыру емес. Қараңызшы, біз бала кезімізде аспанда самолет ұшып баратады ғой, ойынымызды қоямыз да бәріміз самолетқа қарап, самолет мені алысқа өзіңмен бірге алып кетші деп орысшалап, алып кетші, мен бірге сенімен ұшқым келеді, сен қалай ұшасың деп айқайлап сөйтіп тұрып қалатынбыз. Ана самолет ұшақ ұшып кеткенше ұшақтың артынан із қалатын. Ол ізбен бізді улап жатыр, әдейі у шашып жатыр деген әңгіме мүлдем жоқ. Ондайды ешкім ойламайды. Себебі мемлекеті өзіне қарсы қызмет жасайды деп ойламайды ғой ешкім. Енді қараңызшы, қазіргі конспирологияның бірі. Ұшақ ұшса, артында кәдімгі табиғи із қалса, олар бізді ауадан улап жатыр. Енді қараңызшы, жарайды, оқымаған, мүлде ауылдан шықпаған, ешқашан оқымаған, не то что жоғары білімі, 4 класс білімі жоқ адамдар айтса, бір жөндейсің ғой. Оқыған адамдар айтып отыр. Дәрігер адамдар айтып отыр. Ал ол үшін жоғары білім қажет жоқ. Алдында да ұшақтар ұшты, алдында да арттарынан із қалдырды. Неге біз сол кезде улап жатыр деп айтпадық? Пандемияға дейін. Неге айтпадық? Яғни халықтың топастығы, халықтың білімсіздігі, осы шектеулердің кесірінен, журналистерге жол бермеудің кесірінен, журналистерге айтқызбаудың кесірінен, олардан жасырудың кесірінен халық одан сайын топастана түсті. Ол кәдімгі қолдан жасалған кедергі. Енді қараңыз, бізде мынандай бір проблема бар сияқты. Мысалға, халық арасында халыққа міне деп ресми ақпарат көрсетсең, міне тұр, мынаны қарап оқы, мына сайттар бар деп көрсетсең, халық сенбейді оған. Одан қарағанда халыққа қараңыз, мына тұста сенеді. Біреу келіп туысқаны келіп отырып айтады, мен кеше осындай таныс дәрігерім айтты, осындай деп жатыр, коронавирус шынымен сондай екен. Оказывается, бізді балалар арасында өтірік нені көбейіп жатыр, чтобы бәрін егу үшін, бәріне Pfizer вакцинасын салу үшін деген сияқты сыбыстарға сенеді да халық. И сондықтан вакцинаға қарсы шығып, үйде отырып, мемлекетті сынап деген сондай бір не болады. Осы тұста Жансерік, бізде былай ғой. Біз 30 жылда енді ешкім ренжімесін. Жақсылықтар болған жоқ демеймін, болды, шүкір. Мәселен, жастарға көптеген мүмкіндік, оқуға, таңдай аласын. Жағдайыңды өзіңе әке шешең көмектесіп жасаса, кез келген қалаға барып тұра аласын. Кез келген оқуды өзің, осы енді мен шетелде айтпай ақ қояйын, өзіміздің елде өзің таңдаған оқуыңды өз еңбегіңмен түсіп, немесе өз еңбегіңмен түсе алмасаң,
әке шешең көмектесе алса, онда ақша төлеу арқылы бүгінгі мүмкіндік бұрынғы мүмкіндікке қарағанда өзгешелеу, яғни таңдау бар. Осындай жағдайда сіздер сияқты көзі ашық, көкірегі ояу жігіттер ондай конспирологияға, ондай өтірік анандай жалған фейктерге сенбейді. Кім сенеді? 30 жылда оқымаған, тоқымаған, қараусыз қалған халық көп. Оқусыз қалған. Мектептен 8 класс, 9 класс бітіргені, немесе даже мектепті бітіріп аттестат алған адамдар бар. Қалай алды, ол сізге де, маған да беймәлім. Енді қараңыз, бағанағы өзіңіз айтып жатсыз, дәрі-дәрмек тапшылығы болды, қарапайым мысалға ИВЛ аппараттардың тапшылығы болды, ауамен демалатын. Енді олар жарайды, олар енді мемлекеттің несі, ісі. Ол жерде мемлекеттің бір несі болуы мүмкін. Бірақ енді ақпараттық азшылық пайда болды ғой. Ол жерде плюс. Ол да үлкен бір зиян, Білесіз, ақпарат діттеген жеріне жетпеді, халыққа түсіндірмелі жұмыс жүргізілмеді. Халық не істеді? Коронавирустың көбейген кезінде, ақпараттық азшылық кезінде сол институттар өздері қолдан жасады. Яғни ақпарат бір-біріне ақпарат алмасымен болды. Мемлекет бере алмаған ақпарат өз-өздеріне берді. Сол кезде конспирология көбейіп кетті. Фейк ақпараттар көбейіп кетті. Коронавирусқа деген бүйтсең емдейді екен, ана сөйтсең емдейді екен, мына ақпараттар көбейіп кетті. Менің ойымша, бұл жағдайда жаңа мен айтайын деп отырғаным осыны, ең бастысы бар ғой, ең бастысы. Мынандай қиын жағдай келіп төнгенде, мемлекеттен екі тілде, қазақша, орысша, әдемілеп, қарапайым тілмен сенімді халыққа сенімді ақпаратты түсіндіруді өкілдердің шықпағанына таңғалам. Ол бір үлкен бригада болу керек қой. Яғни Атырау облысында 1 бригада, 2 бригада, Ақмола облысында 5-6 бригада, Алматыда көп болды ғой, мұнда келуші де көп, кетуші де көп. Алматыда бір 10 шақты бригада, Шымкентте, Ақтауда, жан-жақта 1 адам емес, 2 адам емес, кәдімгі бар ғой, протокол бойынша түсіндіретін адамдар болмады ғой. Сосын дәрі-дәрмектің жетіспеуі, сол дәрілердің қоймада тұруын қалай түсіндіресіз? Айтыңыз. Яғни мына 2 параллельді өмірде өмір сүрген дейміз біз. 2 параллельді әлем. Бір параллельді әлем жаңағы бізге нұсқау береді. Сөйтіңдер, бүйтіңдер, жабыңдар, кедергі жасаңдар, тоқтатыңдар дейді де, жоғарыдағылар. Қолдарында механизмдері бар, ресурсы бар, ақша бар, түгел барлығын билік былай қолына ұстап отырған жоғарыдағы әлем, және мына жақта қарапайым өзімен өзі бықсып, бір-біріне өтіріктерді зыпыртып атқан халық. Бірақ өтірік екенін білмейді олар. Өкілдер шығып бастан аяқ тәптіштеп түсіндірмегесін, фейктер пайда болды. Сол фейкқа, міне қараңызшы, мен мәселен денсаулық сақтау министрлігінің өкілі болайын, мен бүгін қарап отырмын, мынандай фейк шығыпты. Ол өтірік қой, мен білем ғой. Неге ерте сол бойда 1 сағаттан кейін жылдамдатып шығып мынаның өтірік екенін, неге мен видео арқылы, өзімнің білімім арқылы, ертелікте болған инфекциялық ауруларды салыстыру арқылы, бұрынғы холера кезінде, басқа кезінде адамдарды қалай оқшауландырғанын, неге соны сол бойда эфирге шығып, бүкіл арналардан неге таратпаймын? Егер менің қолымда белгім болса, және мен 2 тілді жақсы білсем, жақсы мен өзім кәсіби медик болсам, және мен өзім инфекционист болсам, мына жағдайды от-үйді түсініп отырсам, және мынаның нақты фейк екенін білсем, неге мен күнде шығып отырмаймын эфирге? Көрдіңіз бе? Яғни мемлекет пен халықтың арасында сенімді ақпарат болмады. Ол ақпарат бірінші өкілеттер болмады, екінші журналистерге, ең болмаса сол шындыққа жақын ақпарат та бермеді.
соның кесірінен журналистер не айтарын білмеді. Әйтеуір күнде бір айқайды естідік, журналистерге бермей жатыр, ақпаратты жасырып жатыр, санын жасырып жатыр. Бір санда 82, екінші санда 820 деген сияқты, иә. Сондай біріне бірі қарамай қайшы ақпараттар көп болды. Адамдар ондай ақпараттан қорықты. Яғни қорқу, паника бар жерде адамның денсаулығы жақсармайды ғой. Енді қараңыз, бағана журналист шектеп жатыр, құқығын осы пандемия кезінде бірақ шектеулерге ұшырады деп жатырмыз. Енді осыған байланысты, білмеймін, әйтеуір 30 қыркүйекте сенатор, бұрынғы экс журналист, қазір журналистикада бар ма жоқ па білмеймін, ол кісіні Нұртөре Жүсіпті білесіз ғой, иә? Иә. Сол кісі журналисттің мәртебесі туралы бір заң ұсынды. Журналистер құқықтарын қорғайтын, не істей алады журналистер, не істей алмайды деген сияқты сондай бір анықтап беретін заңды ұсынды. Енді осындай заң бізге керек па? Қалай ойлайсыз? Әлде бұндай заң журналистті мемлекетке одан әрмен таңып беретін заң ба? Жоқ, менің ойымша. Бұл жеке пікір. Менен біраз адамдар, біраз журналистер, әсіресе тәуелсіз журналистер келіспеуі мүмкін. Мен айтайын, шамамен енді 20 жылға жоқтап қалды ғой менің. 20 жыл журналистикада, одан кейін міне 19 жыл құқық қорғаушылықта, журналистердің құқықтарын қорғауда жүрмін. Содан енді білмеймін, қазір есімде жоқ. Білмеймін, 500 тренинг өткізген шығармын. Өйткені көп жерге шақырылдым, көп жерде жүрдім, және университеттерде де сабақ бердім. Сол мастер-класс басқа бәрін есептеген кезде осы медианеттің өзінде де жұмыс жасадым, иә? Жұмыс жасағанда шақырылып тренинг оқып жүрдім. Сонда енді ойлаймын, 500 шығар енді, кем дегенде деп, иә? Айтайын дегенім, журналистердің жалпы бақ саласында істейтін қызметкерлердің қай уақытта да кездесіп қалған кезде көтеретін мәселелерінің бірі. Ғалеке, бізде неге мәртебе жоқ? Нұртөре өзінің ойында болды ма жоқ па білмеймін, бірақ ол журналистердің мұқтажын жеткізді. Заңды, осындай заң қабылдайық дегенде. Неге? Қараңыз, мен Оралдан, алыс жалғай, Казталовка жақта жатқан Ресеймен шекаралас жерлерден, мәселен, сол жақтан немесе Зерендіден ешқашан өмірінде жасы 20-дан асқан, бірақ өмірінде пойыз көрмеген жігітті Семейдің анау шекарасынан, мына Панфиловтың анау шекарасынан, яғни алыс шалғайда жатқан журналистерді жинаймын. Жинауға тырысам. Көрмеген, білмеген, бірақ журналист ауылдық газетте істейді, аудандық газетте істейді, журналистикада оқиды. Бірақ еш қиын қыстау кезеңде қайда шықсын? Ауылда тұрады. Ешқашан пойыз көрмеген. Ұшақты тек ауада көрген. Тек қана аспанда көрген. Бірақ ешқашан отырмаған. Алысқа Зерендіден мәселен қасында тұрған Бурабайға жетпеген. Бурабайдың бір ауылында тұратын жігіттер Астананы көрмеген. 2009-да Астананы көрмеген. Енді қараңызшы. Сол кезде мен оларды шақырдым, сосын тәптіштеп тапсырдым. Әрбір жүрген жолдарыңның билеті, ол тіпті жай ауылдың арасында қатынайтын автобус болса да. Әрбір басқан іздеріңе құжат алып отырыңдар, мында келгесін есептесеміз. Сіздердің жаратқан ақшаларыңызды қайтарып береміз. Өйткені грант сондай. Яғни олардың жолы, олардың шығындары, жататын жері бәрі қарастырулы. Сол себепті маған қағаз керек болды. Өйткені біз әрбір тиынды есептеп өздеріне беріп, олардың шығындарын өтеуіміз керек. Сосын есеп беру кезінде, біз донорларға есеп беру кезінде әрбір тиынның шығынын көрсетуіміз керек, құжат арқылы. Сөйтсем, Ғалеке, бізде автобус жүрмейді ғой, бәлен жыл болды. Біз тек такси чек бермейді.
сосын жұмыстан бірдеңе етіп командировочный бір нәрсе оформить ете алмайсыздар ма? Ең болмаса жаңа сіздерге күнделікті тамаққа береді ғой ақша. Жарайды, гостиница басқасын бермей ақ қойсын. Но күнделікті тамаққа деп. Соны ең болмаса тамақ енді қанша жегенің белгісіз, оны нетпейді ғой жаңағы. Есеп тапсырғанда тек қана былай көрсетесің. Мынандай тамақ жедім, әбетім болды деген сияқты. Қандай тамақ жегенін көрсетпейсің. Соны таксиге беріңдер деймін, я? Ғалеке, бізде деген командировочный жоқ қой. Қалай жоқ? Жоқ, қағазды береді, бірақ есептесу жоқ қой. Қалай? Сендер ана жол ауданға барып келіңдер ғой, съезге. Ауданға барып бір жиналысқа барып келіңдер ғой, қалтамыздан. Қалай қалталарыңнан? Жалақыларың қанша? 60 мың. 60 мыңның жолға 3 мыңын бересіңдер. Семьяларың қалай күн көреді? Солай, апай, бізде солай. Жыл сайын сол. Командировка жоқ. Жолға таксиді өз тарапынан, яғни көлікті. Тамақ өз тарапынан. Бірақ ол жеке басы үшін жүрген жоқ, ол қызметімен жүр. Қызмет. Жиналыстан есеп беру керек, қандай нақты мәселелерді көтерді жазу керек. Мектепте у-шу болып жатса, сол ауданға, сол ауылға жету керек. Қашанғы құда бала тасып жүреді оны, қашанғы туысқан інісі тасып жүреді. Яғни журналистерді әбден бейтіп бастарын байлап тастады ғой бұлай. Кәдімгі сығып, әлі не демалып жатсың ба, әлі өлген жоқсың ба деген сияқты. Жағдайға жеткізді ғой енді. Грубо говоря, мен қазір образды түрде айтып отырмын, я. Бірақ журналистердің мұғалімдерде, кімде, полицияда мәртебе бар. Мәселен, ғалымдарда мәртебе бар. Тағы басқасында енді білмеймін, енді қазір есімде жоқ, әйтеуір көпшілікте мәртебе бар, прокурорда мәртебе бар, судьяда мәртебе бар. Журналист, біз қоғамның адамдарымыз ғой, қоғамның мұңын оқтап, жоғын жоқтап жүрген халықпыз. Бізде неге мәртебе жоқ? Мәртебе не береді сіздерге? Ой, мәртебе деген бізде командировочный болады. Бізде ең болмаса, біз кез келген жерге барғанда, кімсің сен деп есік жаба салмайды біздің алдымызда. Бізде ең болмаса, положенный нәрселер болады ғой, бізге тиісті нәрселер болады ғой деп сөйтіп жүретін. Сол себепті журналист еркін болу үшін, еркін жүру үшін, журналисттің мәртебесімен санасу үшін, басқалары санасу үшін, қоғамның алдында оның құқығы ерекше көрсетілу үшін журналисттің мәртебесі қажет деп ойлаймын. Енді қараңыз, бізде журналистер мемлекеттік және тәуелсіз деп бөліп қарастырылады, өзіңіз білесіз. Мемлекеттік арналарды, мемлекеттік нелерді, медиаларды жұмсайтын тәуелсіз деп. Енді бізде осы бір мысалды айтайын, 24 KZ телеарнасының журналисті бір неге әкімдіктен сұхбат алатын кезде оны шығарып тастайды күшпен. Видеосында көрдіңіз, білесіз. Содан кейін бірден ақпарат министрлігі реакция жасайды, журналистердің құқығын бұзбауға шақырады, дұрыс емес деген сияқты сондай бір не қалдырады. Енді осы тұста оған дейін де сол сияқты нелер болды, кейстер болды. Бірақ мына тарапта, яғни тәуелсіз журналистердің мысалында болды. Оларды да мысалға шектеді, кіргізбей тастады, қолмен қақпаған кездерде болды да. Бірақ ол тұста ешқандай да бір реакция болған жоқ ақпарат министрлігінен. Бағанағы сияқты мемлекеттік телеарна журналист сияқты болған кезде, құқықтарын бұзбаңдар, дұрыс емес деген сияқты болмады да. Бірақ журналист ортақ қой Қазақстанда. Енді осыны қалай түсінсек болады? 200-лік. Иә. Двойные стандарты дейді оны. Қараңыз, мәселен, депутат журналисттің қолын қағып жіберіп, микрофон лақтырып жіберіп, өзін итеріп жіберіп жатса, оған Дәурен Абаевтан болсын, басқасынан болсын реакция болған жоқ. Балаева енді оққан-тоққан, көзі ашық адам ғой. Сосын ол кісі қанша дегенмен коммуникациясы дұрыс адам, коммуникациясы дұрыс адам деп есептеймін мен өзім.
бұл жерде Балаеваның бұнысы не істегені, ол негізгі жағдаятты сол жүгіріп жүрген журналист есебінде білмейді ғой. Иә? Ана жерде жұмыс жасап жүрген адамды көтеріп алып сыртқа лақтырып жібергені, лақтырғанда енді лақтырған жоқпын, қойдым, шығарып жібердім, типа қойдым да кете бердім. Мәселен, ол өте нәзік қыз болса, ол ана кісінің сондай грубый ұстағанынан, сондай қатыгездікпен апарып анандай жерге қойғанынан оғыз қалтырап дірілдеп сол жерге құлап қалса, мәселен, білмейміз ғой, иә? Онымен ол кісінің шаруасы, ол кісінің басы ауырған жоқ оған. Шығарды да қалдырды, бұрылып кете берді. Яғни, ең болмаса ағыз, кешір қарындасы, кешір қызым, мен мәжбүр болдым деп те айтқан жоқ, иә? Бұрылды да кете берді. Осы жерде двойной стандарт біздің мемлекеттік тараптан да бар. Яғни, депутат лақтырып жіберсе, үндемейді. Қарапайым күзетші лақтырып жіберсе, оған ойбай, сұмдық, қызды ұстап, оның личный пространствосына қол сұғып деген сияқты нәрсеге, как это так деген сияқты, иә? Тем более көтеріп алып, иә? Ал бұл енді двойной стандарт біздің биліктің екі түрлі көзқарасы ғой, иә? Ал жалпы бұл жағдаятқа менде де екі түрлі көзқарас бар. Біріншісі, ол жерде күзетші тұр. Күзетші нақты адамдарды жібереді, кіргізеді, жібермейтіндер оған сондай тапсырма берген. Сен күзетіп тұрсын. Оңды солды мына жерде адамдар жайбырақат гуляйт етіп жүрмесін деген сияқты, иә? Енді бұрында болған жоқ қой, пандемия кезінде одан сайын қиын, адамға кіру де қиын, әкімді табу да қиын, оның орынбасарын табу да қиын, оған сұрақ қою да қиын, иә? Бұл қыздың нақты өзінің жобасы бар. Жобасы әкімдердің портреті. Әкімдердің бүгінгі, мен дұрыс түсінсем, әкімдердің бүгінгі халыққа деген тіршілігі. Не бітіріп, не істеп жүр. Осындай жағдайда менің түсінуімше, бұл әріптесіміз әкімді күткеніне біраз болған, іздегеніне біраз болған, келгенде, хабарласқанда, телефон шалғанда, бірақ әкім үнемі жоқ. Әкім болмайды. Жұмыста дейді, шауып келсе жұмыста жоқ. Қайта кетіп қалады, қайта, да, он у себя дейді, сосын ол алады да, мен келем демейді. Шауып келеді машинамен. Сөйтсе әкім тағы жоқ. Сол кезде әкім тығылып отырма деген күдік пайда болады ғой журналистке. Енді әрбір адам сөйтіп ойлауы мүмкін. Бар көзбен көргісі келді. Иә, бұл тығылып отырма деген сияқты, иә. Журналист болғасын, ол болмайтын жерге жасырын арттан барып кірді. Иә? Яғни ол өзі көз жеткізгісі келді, өзінің журналист рөлін дұрыс атқарғысы келді. Неге тығылады, қайда жүр? Неге адамдары дұрыс жауап бермейді? Мәселен, сіз қайта-қайта хабарласып отырсыз. Сіз хабар 24-тенсіз бе? Ат жөніңізді жазып алайын, мен бастық келгесін міндетті түрде айтам. Ертең жұмысқа келген бойда мен ол кісіге сіздің бірнеше рет хабарласқаныңызды жеткізем. Сіз қандай сұрақ мазалайды сізді? Коммуникация сондай болу керек қой. Ал әкім ешкімді мен сөйлеспеймін, ешкімді жақындатпай, ешкімді кіргізбей, мені жұмыста деп айт, бірақ кіргізбе десе әкім, онда ол хатшы қыз өтірікші, әкім өтірікші, яғни олардың тірлігі бүкіл әкімшілікке, бүкіл аппаратқа, бүкіл басқару жүйесіне нұқсан келтіретін тірлік. Оны олар ойламайды. Өйткені әкім болғысы келетін көпшілік өзінің басын күйттеу үшін келеді.
яғни бұл жерде әркім өз қызметін атқарды дейсіз ғой. Ана журналист кіріп өзінің көзбен көріп ақпарат алу Әркім. Ана күзетші. Әркім, иә. Күзетшінікі дұрыс емес дей алмаймын. Күзетші кіргізбеу керек. Оғызға қалай түсіндірерін білмеді, ол лифтке кіріп кете жаздады. Сол кезде Оғызының басқаша амалы болмады. Бірақ әкімшілікте отырған, жалпы халықпен қызмет жасайтын адамдар, олар өздерін әдепті формада дұрыс коммуникация құру керек. Сол дұрыс коммуникация құрмаудың салдарынан ана қызды күзетші тасып жүр, күзетші өзі зардап шекті ақыр аяғында. Енді қазір республикалық деңгейде тағы да бір бағанағы журналист мәртебесі туралы тағы да бір заң талқыланып жатыр. Ол білесіз өзіңізде буллинг қазір көбейіп кетті. Осы заманның бір өте бір не әлеуметтік желіні шектеу ме? Әлеуметтік желіні шектеу, иә. Кибербуллинг оның ішінде әлеуметтік желіні шектеу. Иә. Енді осыған байланысты әртүрлі көзқарастар бар. Біреулер қарсы шығады, біреулер дұрыс деп санайды. Я ол өйткені әлеуметтік желінің зияны бар, балаларға кері әсерін тигізеді. Өшпенділік тіл деген бар, қазір білесіз. Басқа ұлт өкілін басқаша көрсетеді деген сияқты да. Енді сіздің осыған байланысты көзқарасыңыз қандай? Әр нәрседе бір сұрақ бар. Соттайтын кім? Яғни таразылайтын. Сол мәнмәтінді зерттейтін, оған баға беретін, оны зиян деп табатын кім? Әңгіме осында. Оған тек соның ішінде жүрген бір сөз ғана себеп болды ма, жоқ ол себебімен сылтауы болды ма, оны ешкім білмейді. Яғни орыста бір не бар, жаңағы бір сондай көптеген осындай жағдайларда қоятын сұрақ бар. А судьи кто деген, иә? Яғни менің жазғанымды ұғынып, түсініп, жақсы ма, нашар ма, жағымсыз ба, жоқ керек пе, оны кім зерттейтін кім? Мәселе осында. Олар шектегісі келеді. Шектеу үшін біреу қарайды ғой. Біреу қарайды, мынау қажет емес. Бұл буллинг үшін емес. Нақты билікке сөйлейтіндер, қарсы айтатындар, өз пікірі барлар, жеке, индивидуалды пікірлері барлар, көп жағдаяттарда келіспейтіндер, белсенділер, олай болмайды ғой дейтіндер, конституцияны неге бұзасындар дейтіндер, соларға тосқауыл қою. Яғни балаларды үйту бүйту. Бізде заң бар, балаларды қорғайтын заң, ересектерді қорғайтын заң. Жалпылама айтып отырмын, иә? Бізде адам қылмыс жасаса, қылмыстық кодекс бар, біреуді қорғайтын, екіншісін жауапқа тартатын. Бізде азаматтық кодекс бар, біреудің жеке мүліктік емес құқықтарына тиіссе, адамды қорғайтын, оның жеке өмірін, жеке көзқарасын қорғайтын, иә? Оның коммерциялық құпиясын қорғайтын, банктық құпиясын қорғайтын, оның жеке жаңағы дүниясының құпиясын қорғайтын. Бізде барлығына баптар бар. Яғни заңда қарастырылған. Бәріне заңда қарастырылған. Кез келген нәрсеге. Ал енді тағы да бір заң, заңның үстіне заң. Бір атлас көпшігінің үстіне тағы бір атлас көпшік, тағы бір көпшік деген сияқты. Ол деген сөз бостандығын тұншықтыру. Шектеу и қорытындысында бара шектеу арқылы тұншықтыруға апару. Енді қазірдің өзінде біз 180 мемлекеттің ішінде 155 орындамыз. Айдос Сарыммен өткен тікелей эфирде осыдан бір 2-3 апта бұрын болды. Неге деген бағдарлама айтасыз ба? Мен ауырып, Атамекен бизнесте. Мен как раз ауырып жатқанмын, бірақ сонда да әйтеуір қолыма су алып, үйтіп сөйлесуге тырыстым, айтуға.
сол кезде мен айттым, бұл конституцияға қайшы. Якобы олар Фейсбукпен уәделескен. Сондай бір... Сосын мен айттым, мен кеше естігенде сенбедім дедім. Бұл мемлекеттік масштабтағы фейк деп ойладым дедім. Бірақ Айдос Сарым сондай келісімдер, сондай келісу сөздері жүрді, Гонконгке бардық, үйттік, бүйттік деген нәрсені естіп, қазір төбе шашым түк тұрды деп айтып отыр. Міне, қараңызшы, төбе шашым түк тұрды дедім да. Өйткені мүмкін емес. Фейсбуктың келіссөздер жүргізуі мүмкін емес дедім. Бірақ жоқ Гонконгта. Гонконгте жай ғана өкіліме біреу отырады екен. Олармен сонда не туралы әңгімелесті болар? Егер де Фейсбуктың өзі ойбай Құдай сақтасын деп отырса, ойбай жоқ Құдай сақтасын, бізге ол қажет жоқ, сөз бостандығын шектеу нет деп отырған Фейсбук, қалай сонда Айдостікі дұрыс па, бұл қалай деп мен ойланып қалдым. Сөйтсем, артынан енді айтып қалды, ол мүмкін айтқысы келмеген шығар, бірақ аузынан шығып кетті да. Айдос айтты, біз оларменен семинар, тренингтер өткізу жөнінде, осындай кибербуллингтер болмасын, балаларды қорғау жөнінде, олардың ата-аналарын. Мен айттым, Айдос, балаларды қорғайтын заң бар бізде. Ата-аналарды үйрету керек болса, бізде керемет тренерлер бар өзімізде. Біздің заңды білетін, заңдарды білетін, біздің жағдайды білетін, біздің болып жатқан неге үңілетін, басқа жақтан таситын емес. Нақты біздің мемлекетте дәстүрді бәрін білетін, мінезін білетін халықтың бұрынғы ескі дәстүрлерге сүйене отырып тренерлік жасайтын адамдар бар бізде. Несіне оларды соны бастап едім, айтып, жаңағы жөтеліп қалдым да ауытқып кетті. Негізі ол солай. Миллиондаған долларға Гонконгтен әкелмей, осындағы адамдарды өзіміз үйретіп аламыз. Ата-ана болсын, ол жай ересек болсын, жай бала-шаға болсын. Қазір не көп? Тренинг көп қой. Бірақ тренинг көп болса да, оның сапасына күмәнім бар. Бірақ реттеп, іріктеп солардың арасынан жақсы тізім жасауға болады ғой. Яғни, бұл жерде тағы бір ой келді маған. Осы Гонконгте біздің мемлекеттің кейбір ақшалары жатуы мүмкін деген бір материал оқығам осыдан біраз уақыт бұрын. Сонымен ойладым, мүмкін біз олармен келіссөз жүргізуіміз, біз ақшамызды ала алмай отырған шығармыз ол жақтан. Неге мынандай кішкене әлгі дипломатияның мынандай түрлері болады ғой, қиғаштап жүретін жаңағы. Мүмкін сондай бір қиғаштап жүріс шығар деп те ойладым. Неше түрлі ой болды. Неге Гонконг? Неге Фейсбуктың бас офисіне бармайды? Мәселен деймін да, келіссөз жүргізуге. Оларды пушкамен ататын жерге дейін жібермейді ғой. Олар анандай оймен келдік десе, қайдағы деп. Сол себептен бұны мен шектеу деп есептеймін. Біздің заңдар әр нәрсені дұрыс шешуге мүмкіндік береді. Дұрыс жолмен, заң жүзінде, әділ түрде шешуге мүмкіндік береді біздің заңдар. Біздің заңдардың бәрі нашар, жаман дей алмаймын. Бізде бір керемет кәсіби заңгер болатын біздің әділ сөзде. Осы зейнетке шықты, біраз жұмыс жасатта шықты. Сол кісімен анда-санда бір заңдарды айтып отырған кезде ол айтатын. Жалпы егерде біз салыстыратын болсақ, мәселен, басқа елдердің заңдарымен салыстыратын болсақ, біздің заңдар жаман емес. Ортадан жоғарылау дейтін. Бірақ соның қолданысы нашар дейтін. Практикасы нашар. Бізде заңды өзінің оған қалай қажет, солай бұрмалап бейтіп, басқа жаққа әкететін жағдаяттар болады да. Соны әкетпеу үшін бізде практиканы жеуіміз керек.
яғни алыстан миллиондаған долларға біреуді тасымай, осы жақтан өзіміздің адамдарды дайындалған, дайын костякты одан сайын үйретіп, соларға оқыту керек, қажет болса. Қажет болса ауыл-ауылдарға сол оқығандарды мемлекеттің тарапынан оқығандарды аудан-аудандарға жіберу керек. Түсіндіріңдер, жеткізіңдер. Халықаралық стандарт бойынша осылай, біздің заңдар балдарды осылай қорғайды деп. Балдарды ұрып соғу қазір іштен етпес, бізде де түйгіштеп өсірді, адам болдық қой деген нелер бар қазір, пікірлер. Бірақ енді әрине ондайға жіберуге болмайды. Баланы түйгіштеп өсірген бала, үнемі қорланған бала қалай ол азамат болады? Содан кейін әрине проблема бар. Бірақ оны ақпаратты шектеумен шешеміз деу, ол енді масқара. Енді қарадым, мысалы, мета компаниясы қазір Facebook, құрамына кіретін Instagram бар, WhatsApp бар. Олар өздері де күресіп жатыр. Олардың өздері де күресіп жатыр. Мысалы, фейкпен қалай күреседі? Фейк ақпарат болса алып тастайды. WhatsAppта ана пересланный сообщениесі 2-3 рет, 4-5 рет белгілі бір суммадан переслать етсеңіз бармай қалады. Енді алдағы уақытта олар да бір кибербуллингпен күресудің жолын табатын шығар деп ойлаймын. Бірақ шектеу емес, шектеуден басқа жолын дейді. Солай емес па, Ғали апай, сізге көп рахмет. Осынау келіп, бізге біраз ақпаратпен бөліскеніңізге. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, жобаны Медианет халықаралық журналистика орталығы Конрад Аденауэр қорымен бірге атқаруда. Бүгін біздің қонағымыз сарапшы, маман, журналистер құқығын қорғайтын Ғалия Әженова. Сізге көп рахмет, апай. Алдағы уақытта тағы да сұрақтарыңыз болса хабарласамыз. Рахмет. Іске сәт. Рахмет сізге. Сау болыңыздар.